16 тарау. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уәсәләм сәлдесі. Пайғамбар саллаллаху алейхи уәсәләм фатх күні, яғни Меккені қайта өз қолына алған кезде басында қара сәлдесі болған еді. Мен Алла елшісінің саллаллаху алейхи уәсәләм басында қара сәлдені көрдім. Пайғамбар саллаллаху алейхи уәсәләм адамдарға насихат, құтпа айтып тұрған кезінде басында қара сәлдесі болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи уәсәләм сәлдесін киген сәтте қалған бөлігін екі жауырынының арасына түсіріп қоятын. Табиғин Нафиғ сахаба Ибн Омардың да дәл осылай киетіндігін айтады. Сахаба Абу Бәкірдің баласы Қасим ибн Мұхаммед пен сахаба Омардың немересі Сәлим де осындай үлгіде тағатын. Пайғамбар саллаллаху алейхи уәсәләм адамдарға құтпа оқып тұрды. Оның басында қара сәлде бар еді. Түсіндірме. Сәлде тақияның жанына айналдыра орап қоятын мата. Бұлай кию сүннет. Меккеге кіріп келген кезде киіп тұрған сәлдесін немере бауыры Аббасқа сыйлағандығы және кейін халифа болғандардың басына тағылғандығы айтылады. Жоғарыдағы хадистен құтпа айтып тұрғанда қара сәлдені кию рұқсат етілетінін байқауға болады. Алайда ақ түсті болса абзал саналады. 17 тарау. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уәсәләм изары. Айша анамыз, Алла оған разы болсын, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уәсәләм қалың үстіңгі киса және астыңғы киімін изар үйінен алып шығып, Алла елшісі осы киімде болған сәтте жан тапсырғандығын айтты. Түсіндірме. Киса дененің үстіңгі жағын жауып тұратын киім, ал изар денесінің төменгі бөлігіне арналған киім. Айша анамыз бұл киімді тәбәрік мақсатында сақтап жүрген еді. Төмендегі оқиғалар мұны айғақтайды. Әсма оған Алла разы болсын, жібек жамауы бар, әрі шеттері жібекпен бүрілген кисралық таялиса бір шапанды шығарып, бұл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уәсәләм шапаны деді. Бұл шапан Айшада болатын. Айша қайтыс болған кезде мен алдым. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм осы шапанды киетін еді. Міне сондықтан біз бұл шапанды ауырып, сырқаттанып қалған адамдарымыз үшін жуып, сол шапан арқылы Алла тағаладан шипа тілейміз деді. Имам Науауи хадисті түсіндіру барысында бұл хадис салихалы кісілердің киімдерімен және басқа да артында қалған заттарымен тәбәрік жасауға болатындығына дәлел деген. Сәхіл ибн Сағыттан келген хабарда былай делінеді. Бір әйел пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уәсәләмға шапан алып келеді. Сәхіл сол жердегі қауымға шапанның не екенін білесіңдер ме? Яғни неден жасалғанын білесіңдер ме? Дегенде олар жүннен жасалған шапан ғой дейді. Сонда Сәхіл, я, бұл етек жеңі тігілген жүн шапан деді. Әлгі әйел,
уа Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам, мына шапанды сізге кигіземін деп Алла елшісіне береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұқтаж болғандықтан оны қабыл етіп үстіне киіп алады. Сахабалардың бірі Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам үстіндегі шапанға қызығып, уа Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам, мынау неткен керемет, маған кигізіңізші деп өтінеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам я дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам орнынан тұрған кезде айналасындағылар Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұқтаждықтан алып тұрғандығын көре тұра, оны сұрауың дұрыс болмады. Оның елден еш нәрсе сұрамайтынын, өзінен сұраған нәрсені бермей қоймайтынын білесің ғой деп оған ескерту жасайды. Сонда ол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оны киген кезде оның берекетін тілеп сұрадым. Бәлкім, онымен кебінделермін дейді. Хафиз ибн Хаджар бұл хадисте салихалы ізгі кісілермен тәбәррук қылуға дәлел бар деп айтады. Кейбір шафиғи ғалымдары кімде-кім аталған нәрселерді, қабірін, кебінін дайындауға кіріссе, онда сол заттардың нақты адал жолмен жеткенін және құт берекесі дарғандығымен танылған адамның орнын қарау, іздеу қажет деп айтқан. Мәдинада көшеде келе жатқанымда артымнан бір кісі изарыңды көтер, шын мәнінде оның таза болып қалуына әрі ұзаққа сақталуына осы дұрысырақ деп айтты. Айналып қарасам, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам екен. Сосын мен, уа Алланың елшісі, бұл ақ жолақтары бар қара шапан ғой дегенімде, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, мен саған үлгі емеспін бе деді. Сөйтіп, Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам изарына қарасам, балтырына дейін ғана түсіп тұр екен. Түсіндірме. Хадисті жеткізген Убайдулла ибн Халид бұл жай ғана қара шапан екенін мақтанып көрсететіндей үлкен жиындарға арналған әдемі киім еместігін айтқысы келеді. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам өзінің үлгі өнеге алуға тұрарлық адам екенін ескертіп, киімінің төменгі жағы балтырының жартысына дейін ғана түсіп тұрғандығына ишарат етеді. Имам Науауи бұл өлшемді мұстахаб, ұнамды деп санаған. Тобыққа дейін де түсіру рұқсат етіледі. Сахаба Осман ибн Аффан изар киген кезде ұзындығы балтырына дейін ғана түсіп тұратын. Досымның, жолдасымның, яғни Пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам изары да солай еді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам балтырымды ұстап тұрып, бұл изардың орны. Егер жеткіліксіз қысқа десең, одан төмен түсірсең болады. Түсіндірме. Киімнің төменгі жағы, яғни балағы тобыққа дейін жетіп тұрса, немесе одан төмен де түсіп тұрса, еш оғаштығы жоқ. Ең бастысы бұлай киінуі тәкаппарлыққа итермелемесе болды. Құрметті тыңдармандарым,
Видеомды соңына дейін тыңдаған болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алланың нұры жаусын баршаңызға.